Бүгін республикалық келешек мектептері жобасы аясында 28-ші жайлы мектептің базасында облыстық семинар өткізіліп жатыр. Семинардың мақсаты педагогтердің кәсіби дамуына бағытталған шеберлік сабақтарын ұйымдастыру, озық тәжірибе алмасу және болашақ мектебін моделін қалыптастыру. Іс-шараның тақырыбы мемлекет басшысының жолдауымен тығыз байланысты. Онда жасанды интеллектіні түрлі салаларға, соның ішінде білім беру саласына енгізу мен дамыту мәселелеріне ерекше назар аударылған. Сегодня я являюсь участником областного семинара, посвященному искусственному интеллекту, внедрению искусственного интеллекта в образование. Я хочу поделиться своими эмоциями. Являюсь участником секции по искусственному интеллекту. Я понимаю, что было отражено в послании президента, рекомендации, которые были даны в инструктивно-методическом письме по внедрению искусственного интеллекта. Это уже не просто слова. Я сама, пройдя курсы по искусственному интеллекту, могу сказать, что сегодня в рамках семинара получила огромный практический опыт по внедрению, по использованию искусственных помощников, которые облегчают работу педагога. Это и джимботы, и ноутбук ЛМ, и различные нейросети, которые становятся не заменой учителя, а его помощником, которые помогают нам шагать в ногу со временем и улучшать свой профессионализм. Келешек мектептері республикалық жобасы аясында бүгінгі күні біздің мектепте жасанды интеллект дәуіріндегі мұғалім, бағыттаушы және серіктес атты интерактивті сессия өтіп жатыр. Сессия 7 секциядан тұрады. 7 секцияда қазіргі таңда шеберлік сыныптары өткізіліп жатыр. Содан кейін біздің мектебіміздің мұғалімдері демо сабақтарын береді. Сессия жұмысында біз мектебіміздің толық жұмыс мазмұнымен таныстырып отырмыз. Бұл жерде STEM пәндері өздерінің кабинеттеріндегі құрылғыларымен жұмыстарын көрсетті. Сонымен қатар шығармашылық жобалардың жұмыстарын көрсетіп отырмыз. Және де оқушыларымыз өздерінің жазған ғылыми және зерттеу жұмыстарын келген қонақтарға паш етті.